Шынтақ буыны артикуляция көбейте. Бұл буын күрделі буын артикуляция композитаға жатады. Себебі буынды құраушы буынның құрамы жағынан және буын беттерінің түр ерекшеліктеріне байланысты дербес үш буыннан құралады. Бірінші буын иық кәрі жілік буыны, артикуляция хумера радиалис. Буын басы тоқпан жіліктің айдаршығының басынан капитулюм хумери, буын ойысы кәрі жілік басының ойығы фовия артикулярис ос радиустан құралады. Екінші буын иық шынтақ буыны, артикуляция хумера ульнарис. Буын басы тоқпан жілік айдаршығының шығырынан трохлия хумери, буын ойысы шынтақ жіліктің шығырлық тілігі инцизура трохлиаристен құралған. Үшінші буын проксимальды кәрі жілік шынтақ жілік буыны, артикуляция хумера радиалис, проксималис. Буын басы кәрі жілік басының шеңбер бағытта орналасқан буын беті, циркумференция артикулярис. Буын ойысы шынтақ жіліктің кәрі жіліктік тілігі инцизура радиалистен құралған. Үш буынның да беті гиалинді шеміршекпен көмкерілген және буын қапшығы буын беттерінің жиектерінен сәл жоғары және төменде орналасқан болып саналады. Бұл буын бәрі бір-біріне сәйкес келген және де келесідей байламдармен бекітіледі. Шынтақ жіліктің коллатеральды байламы, лигаментум коллатерале улинаре. Бұл байлам тоқпан жіліктің медиальды айдаршық үстілік өсіндісінен, яғни эпикондилюс медиалистен бастау алып, төмен бағытта желпөш тәрізді жайылып, шынтақ жіліктің шығырлық тілігі инцизура трахлиариске барып бекиді. Екінші байлам бұл кәрі жіліктік коллатеральды байлам. Лигаментум коллатерале радиале деп аталады. Тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үсті өсіндісі эпикондилюс латералистен бастау алып, төмен бағытта өтіп, кәрі жілік мойнының тұсында екі будаға бөлінетін болып саналады. Және оның артқы будасы шынтақ жіліктің кәрі жіліктік тілігінің алдыңғы және де артқы жиектеріне барып бекетін болып саналады. Бұл буданың тығыздалып, шеңбер бағытта орналасқан, тереңде орналасқан талшықтары шынтақ буынның шеңбер бағытта орналасқан байламы лигаментум ануляре радиді құрауға қатысады. Жалпы бұл буындардың пішініне келетін болсақ, иық кәрі жілік буынның пішіні шар тәрізді буынға жатады. Иық шынтақ жілік буыны пішіні бір білікті шығыр тәрізді буынға жатады. Ал проксимальды кәрі жілік шынтақ жіліктік буын бұл пішіні жағынан бір білікті цилиндр тәрізді буынға жатады. Шынтақ буындағы қозғалысқа келетін болсақ, ол фронтальды және де вертикальды біліктің бойында өтеді. Фронтальды біліктің бойында иық кәрі жілік буыны және иық шынтақ жілік буыны бүгіледі, жазылады, ал вертикальды білік бойында иық кәрі жілік буыны және проксимальды кәрі жілік шынтақ жілік буыны ішке қарай айналады пронация және сыртқа қарай айналады супинация.